أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат. Алла тағала қасиетті жұма күнін берекелі етсін. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразамызды, берген пітір, зекет садақаларымызды, барша дұға тілектерімізді Алла тағала риясыз қабыл етсін. Құрметті жамағат, бүгінгі уағызымыздың тақырыбы бұл ислам дініндегі 5 парыздың бірі болған зекет жайында және садақа жайында, олардың бізге беретін, мұсылманға беретін пайдасы жайында Құран аяттарынан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінен түсіндіретін боламыз. Жалпы зекет және садақа бұл қоғамды әділеттілік пен мейірімділіктің қарым-қатынасты нығайтатын құлшылық болып саналады. Яғни зекет беруші адам, жағдайы жоғары болған, зекет өзіне парыз болған адамның зекет беру арқылы оны тазартатын болса, Алла тағала қандай нәрседен тазартады? Көңіліндегі сараңдықтан, ішітарлықтан, сараңдықтан Алла тағала тазартып, Алла жолында зекетін беру арқылы, немесе садақасын беру арқылы Алла тағала оны тазартады екен. Дәл сол сияқты зекет алушыны да, немесе садақа алушы мұқтаж жанды да Алла тағала тазартады екен. Ол қалай тазартады? Оның жүрегін байларға деген көралмаушылықтан, байларға деген жаман ойдан, яғни болады ғой адамда, көре алмайтын адамдар болады. Сондай сезімнен Алла тағала жүрегін тазартады екен. Яғни зекет беру арқылы, садақа беру арқылы сараңдықтан тазаратын болса, оны алушы адам көре алмаушылықтан жүрегін Алла тағала тазартады екен. Сол арқылы қоғамда тепе-теңдік болып, қоғамдағы адамдардың бір-біріне деген байланысы, мейірімі артады екен. Құранда Алла тағала Бақара сүресінің 261 аятында былай дейді: Астағфируллах. Мәсәлул лазина юнфиқуна амвалахум фи сабилиллахи камасали хаббатин анбатат саб'a санабила фи кулли сумбулатин ми'ата хабба валлаху яضاعفу лиман яша валлаху васи'ун алим. Мал дүниесін Алла жолында сарп ететіндердің мысалы, 7 бірдей масақ шығарған, әр масағында 100 дәні бар дәнек секілді дейді. Алла қалаған пендесіне еселеп береді. Алла тағала өте кең, сондай жомарт, алим, құлдарының барлық жай-күйін өте жақсы білетін шексіз ілім иесі дейді. Осы аяттан түсінетініміз, Алла тағала Алла жолында жұмсаған дүниені бидайдың сабағына ұқсатып жатыр. Әрбір сабағында 100 деген дәні бар, 7 сабағы бар. Яғни тәфсірде келгені сияқты, бір адам Алла ризалығы үшін деп шынайы пейілмен беретін болса, оның берген Алла жолына жұмсалған садақасы бірден 700 есеге дейін еселенетіндігін баяндап жатыр. Яғни Алла тағаланың мейірімі сондай шексіз, шынайы ықыласына байланысты 700 есеге дейін көбейтіп қояды дейді. Және Құран кәрімде Алла тағала зекет пен садақаның берілетін орындарын көрсетіп түсіндіріп айтады. Міне осы аятта былай дейді: Астағфируллах. Иннамас садақату лил фуқараи вал масакина вал амилина алейха вал муаллафати қулубухум ва фир риқаби вал ағаримина ва фи сабилиллахи ва бнис сабили фаридатун мин Аллахи валлаху алимун хаким. Зекет, садақалар қолы қысқа пақырларға, мұқтаждарға зекет жинау міндетін атқарушы қызметкерлерге, исламға тарту үшін көңілін аулау көзделген жандарға, тұтқын немесе құлдықтан азат етілгендерге, қарызға батқандарға, Алла жолында жүргендерге және елінен жырақта жүрген немесе жолда қалған жолаушыларға арналады. Алланың парыз еткен кесімді үкімі осы. Алла шексіз ілім және асқан даналық иесі дейді. Тәубе сүресі 60 аят. Не осы жерде, яғни зекет пен садақаға кімнің лайықты екендігін, қандай адамдарға беруге болатындығын Алла тағала толық баяндап еткен. Зекет
бұл парыз, 5 парыздың бірі мұсылманға міндеттелген. Егер нысап мөлшерінде байлығы болатын болса, қазіргі таңда біздің еліміздегі нысап мөлшерін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының есебі бойынша 4 миллионға жақын, 3 миллион 900 бірдеңе теңге, 4 миллион деп есептесек жобамен, 4 миллионға жақын мал мүлкі болатын болса, дүниесі болатын болса, ол дүниесі өзінің шығындарынан бөлек болатын болса, сол адамға зекет берудің не болады? Парыз болып саналады. Ол адам егер зекет бермейтін болса, күнәһар болып саналады. Алла алдындағы бұйрығын, Алланың әмірін орындамаған болып саналады. Себебі Құранда қаншама жерде «Уақимус салата, уәтуз заката» намаздарыңды оқыңдар және зекеттеріңді беріңдер деп әмір ретінде қаншама аятында келеді. Сол сияқты малдан берілетін зекет бар, 4 түлік малдан. Оның әрқайсысының өзінің есебі бар. Алтынмен есептелетін зекет түрі бар, күміспен есептелетін зекет түрі бар. Сондықтан осы нәрселерге мұсылман ретінде жай бірақат қарамай, мұсылман ретінде Алланың алдында Алланың әмірін орындау үшін мал мүлкі бар азаматтар есептеу керек. Мал мүлкімнен қалай зекет берем? Жасап жатқан дүниемнен қалай зекет берем? Жинап жүрген ақшамнан зекет беріле ма, берілмей ма? Осының барлығын арнайы молдамен, ұстазбен ақылдасып, Алланың әмір еткен үкімін орындау керек. Олай болмайтын болса, күнәһар болып саналады. Ал енді садақа бұл ерікті құлшылық. Ол міндетті емес. Садақа әрбір мұсылманның еркіне қалдырған іс болып саналады. Сондықтан біреу садақа бермеген үшін айыпты ретінде айыптай алмаймыз. Бірақ садақаны беру арқылы да адам баласының үлкен сауаптарға кенелетіндігін, және де сахабалардың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында өмір сүрген сахабалар, одан кейінгі өмір сүрген табиғиндердің өмірлерінен үнемі садақа бергендігін, және садақа берген кезде түрлі жолдарды пайдаланғандығын көреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде былай дейді: садақа тек қана мал мүлікпен, дүниемен, ақшамен емес, күлімсіреп қараудың да садақа екендігін, жамандықтан тыюдың да садақа екендігін осы хадисінде терең түсіндіреді. Бауырыңның жүзіне күлімсіреуің сен үшін садақа, жақсылыққа шақыруың садақа, жамандықтан тыюың садақа, жол таппай адасқан адамға бағыт көрсетуің сен үшін садақа, көзі нашар көретін жанға көмектесуің сен үшін садақа, жолдан тас, тікен, сүйек секілді зиянды нәрселерді алып тастауың сен үшін садақа, өз шелегіңнен бауырыңның шелегіне су құюың да сен үшін садақа деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен. Бұл хадис Тирмизидің риуаятында келеді. Яғни, құрметті жамағат, садақа тек қана мал мүлікпен емес, мінез құлықпен де осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан нәрселерімен де не істейді екен? Садақа жасаған болып саналады екен. Зекет берудің берекетіне тоқталатын болсақ, зекет деген сөз бұл тілдік мағынасы тазару, өсу, көбею деген мағынаны білдіреді екен. Араб тілінен қазақшаға аударатын болсақ, бірінші тазару, одан кейін өсу, көбею екен. Шын мәнінде зекет, жоғарыда айтқанымыз сияқты, мұсылманның көңілін сараңдықтан, дүниеге деген махаббаттан тазартады. Және Алла тағаланың, Алла тағалана жұмсағандығы үшін, Алла тағала оның мал мүлкіне берген зекет үшін не істейді? Алла тағала береке беріп қояды және арттырады. Үнемі зекет беріп жүрген адамның Алланың ризалығын мақсат тұтып зекет беріп, садақасын беріп жүрген адамның мал мүлкі азаймайды. Себебі Құран кәрімде Алла тағала айтады: «Астағфируллах, ва ман яқридуллаха қардан хасана юдайфу лаху». Алла тағалаға кім-кім қарыз беретін болса, Алла тағала оған арттырып еселеп қайтарады дейді. Бұл жерде Алла тағала Алла жолында жұмсаған дүниені қарыз деп айтады. Бірақ Алла тағала бүкіл кемшіліктен пәк. Алла тағалаға адами сипат беруге болмайды. Енді бұны қалай түсінеміз дегенде, бұл аят мәжаз мағынасын, яғни астарлы мағынада түсінеміз дейді. Тәпсіршілер
бұл жерде Алла тағала Алла жолына жұмсаған адамның дүниесіне қарыз деп айтуы, бұл біздерге түсінікті болу үшін дейді. Яғни бір адамға сіз қарыз беретін болсаңыз, ол қарызын міндетті түрде қайтару керек. Қайтармаса болмайды, өйткені ол қарыз. Алла тағала да солай айтып тұр. Яғни Алла жолына кімде-кім қарыз берсе, Алла тағала оған еселеп қайтарады дейді. Сондықтан да бұл зекет, садақа, бұл ислам дініндегі құлшылықтың бір түрі, ғибадаттың бір түрі. Бірақ бұл жерде айтқанымыз сияқты Алла тағаланың ризалығын, Алла тағаланың разылығын ғана мақсат тұту керек болады. Көп жағдайларда, кейбір жағдайларда дұрыс түсінбегендіктен, дұрыс діни білім болмағандықтан қате түсініктер қалыптасуы мүмкін. Мысалы үшін айтатын болсақ, намаз оқысам бүкіл проблемадан, бүкіл қиыншылықтан жеңілдеймін, Алла тағала бүкіл қиыншылықты менің басымнан алып тастайды. Дәл сол сияқты зекет садақамды беретін болсам, Алла тағала менің дүниемді сақтайды, менің байлығымды сақтайды. Мен сол байлығымды осы садақа зекет беру арқылы сақтаймын деп, мақсат не болып кетеді? Аллаға арнау керек болған ғибадаттағы мақсат дүниелік есепке байланады. Бұлай дүниелік есепке байланатын болса, оның берген садақасынан да, оқыған намазынан да хайыр тауыбы, ертеңгі күні қиямет күні өзінің алдынан нұр болып шығуы екі талай. Себебі ол шарт қойып жатыр. Алланың алдына шарт жүрмейді. Бұл жаңағы айтқан хадистерді, аяттарды қате түсінудің көрінісі болып саналады. Бұл аят хадисте Алла тағала зекет садақа берушілерге Алла тағала оның дүниесін сақтайтын уәде етті, арттыратындығын уәде етті. Бірақ құл жаңағы өзінің байлығын сақтау үшін ғана Алладан қорқып емес, мына дүниемді жоғалтып аламын ба деп қорқып садақа зекет беретін болса, ода ешқандай сауап жоқ. Сол сияқты намаз, ораза сияқты ғибадатты да белгілі бір дүниелік есеппен атқаратын болса, ода ешқандай сауап болмауы мүмкін. Оразаны денсаулық үшін ұстайтын болса, бүкіл организм тазарады, денім сау болады, ұзақ өмір сүрем деген мақсат бірінші орынға шығатын болса, ол кезде Алланың разылығы үшін, Алланың әмірін атқару үшін ораза ұстап жатыр. Алла ораза ұстады, бұйырғандығы үшін ораза ұстап жатырмын деген ой емес, ниет емес, жаңағы дүниелік денсаулықты алдыға тартып шығаратын болса, онда оның да оразасынан пайда болмауы. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұнда екі жақты көзқарасты көптеген хадистерінде келтіреді. Қаншама ораза ұстаушылар бар, олардың тек қана азаннан кешке дейін аш жүргені ғана қалады дейді. Яғни Аллаға ғана арнау керек, ғибадат, құлшылық атқарған әрбір амалдарымыз. Алла тағала қасиетті Құранда Бақара сүресінің 110 аятында былай дейді: Астағфиру билла ва ақимус салата ва атуз заката ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таджидуху индаллах инналлаха бима та'малуна басир. Намазды кемеліне жеткізіп оқыңдар және зекетті толық беріңдер. Дүниеде өздерің үшін қандай да бір жақсылық жасап, ақиретке жолдасаңдар, сол Алланың құзырында барғанда міндетті түрде алдарыңнан шығады. Шүбәсіз Алла сендердің не істеп не қойғандарыңды бәрін көруде деп айтылған. Зекет көп жағдайда намазбен бірге жүреді. Сол үшін де көптеген ғұламалар, муфассир ғалымдар зекет пен намаз бірге жүрген тіркес ретінде Алла тағала әмір, бұйрық ретінде түсіргендіктен Құранда осы нәрсені, егер бір адам намазын толық оқитын болса, бірақ зекет беруге жағдайы жететін болса, жағдайы жете тұра, өзіне парыз бола тұра зекет бермейтін болса, оның намазы қабыл емес деген. Себебі зекет пен намазды Алла тағала Құранда көптеген жерде бірге айтқан деп солай түсіндіреді. Яғни мал мүлкі бар, қора малы бар, немесе жаңағы бизнесі бар, бірақ жаңағы зекет беруге келген кезде іші тарлықпен Алла жолына жұмсағысы келмейді. Алла жолына жұмсауға нәпсі жібермейді. Бірақ намазын оқиды. Ол адамның намазын көпшілік ғұламалар қабыл болмайды деп есептеген. Сол үшін де Абай атамыз өзінің
Қара сөзінде былай дейді: роза, намаз, зекет, хаж талассыз іс. Жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіс. Яғни ораза, намаз, зекет бұл Алла тағаланың қажылық, Алла тағаланың бекіткен парыздары. Бұл таласатын іс емес, сұрақ қоятын нәрсе емес, атқарылу керек болған нәрсе. Сол үшін жақсы болсаң, осы нәрсенің барлығын толық ұстан деп мұсылманның бойындағы 5 парызды Абай атамыз осылай қара сөзінде түсіндіріп өтеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Сахих Муслимде келген хадисінде былай дейді: садақа ешбір малды кемітпейді. Алла біреуге кешірім жасаған пендесінің абыройын асырады. Кімде-кім Алла үшін кішіпейіл болса, Алла оның дәрежесін көтереді деген. Яғни садақа ешбір малды кемітпейді, және біреуге кешірім жасаса, оның абыройын көтеретіндігін, Алла үшін тауаду, кішіпейіл болған кісіні Алла тағала оның дәрежесін көтереді дейді. Сол үшін де қазақ халқы садақаны сауыңда бер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде келген сияқты, садақа бәле жаладан сақтайды, бәле жаладан аман алып қалады деп хадистерінде бұйырады. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген хадисінде былай дейді: иттақун нара уалау би шиққати тамратин. Тозақтан сақтаныңдар, тіпті жарты құрма болса да садақа беріңдер. Фәмән ләм яджиди шиққата тамратин фәби калиматин тайибатин. Ал енді кім жарты құрма садақа беруге таппаса, онда жақсы сөз сөйлеп садақа берсін дейді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тозақ отынан жарты құрма болса да садақа беру арқылы сақтаныңдар, жарты құрма бере алмасаңдар, онда жақсы сөз айтып тозақтан сақтаныңдар дейді. Және бұл садақа, зекетті берген кезде шынайы көңілмен беру керек. Алланың әмірі деп беру керек. Бүкіл нәрсе менікі деп емес, менікі болған нәрсенің бәрі оныкі, Алланыкі екендігін сезініп беру керек. Біз адам баласы нәпсімен бірге жаратылғандықтан көп жағдайда нәпсіге азғырыламыз, алданамыз. Осы мал-мүлікті, дүниені өзім таптым, маңдай теріммен таптым деген сияқты өзімізге телейміз. Шын мәнінде Алла тағаланың бұйрығымен, Алла тағаланың бізге берген артықшылығымен, немесе сол адамға берген артықшылығымен ол сондай дүниені тапты. Егер Алла тағала қаламаса, ондай мүлік болмас еді. Алла тағала ол кісіге сондай мүмкіндік берді, айналасына сондай атмосфера жасады, былай айтқан кезде. Яғни Алланың рұқсатымен ғана ол байып дүниеге жетті. Бүкіл нәрсе, тіпті өзімізде, көзімізде, құлағымызда, аузымыз, мұрнымыз, жүрегіміз, бүкіл тәнімізде Алланыкі. Біз өзіміз білмейміз, өз-өзімізді дұрыс білмейміз. Өз-өзімізді дұрыс танымағаннан кейін біз больницаға барамыз. Осы жерім ауырып жүрген сияқты. Біздің сөзіміз жүрмейді жүрегімізге. Ауырма, дұрыстап жұмыс жаса деуге. Оның барлығы осы денемізбен бірге Алланыкі екендігіне, Алла тағаланың құлы екендігімізге, Алла тағалаға толық, оның әміріне толық бағынатындығымызға дәлел болып саналады. Бүкіл ағзамыздың барлығы Алланың әмірімен ғана қызмет етіп тұр. Олай болатын болса, біздің жинаған дүниеміз баршасы оныкі. Сондықтан Алла жолына жұмсаған кезде шынайы ықыласпен беру керек, шынайы ниетпен беру керек. Алла тағалаға разылығын мұрат етіп беру керек. Себебі Құран кәрімде Алла тағала Бақара сүресінің 264 аятында былай дейді: Астағфиру биллах, я айюхаллазина аману, ла тубтилу садақатикум билманни вал аза, каллази юнфиқу малаху рияан нас, ва ла юъмину биллахи вал яумил ахири. Ей иман еткен құлдарым, садақаларыңды, мал-мүліктеріңді адамдарға рия үшін жұмсап, Аллаға және ақырет күніне сенбейтін біреу секілді міндетсініп және ренжіту арқылы садақаларыңды зая кетірмеңдер дейді. Міндетсініп беру арқылы және берсе де ренжіту арқылы. Бір мұқтажа садақа береді, бірақ соны өзіне тәуелді қылғысы келеді. Біреуге көмек береді бір мұқтажға,
бірақ сол үнемі өзінің алдында басиып бағынышты болып жүрсін деген мақсатпен береді. Бұның барлығы дұрыс емес. Оң қолың берген садақаны сол қолың білмесін дейді қазақта. Яғни Алла жолына арналған садақа ешқандай рия араласпастан, есепсіз тек қана Алланың разылығымен ғана берілу керек дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде бір дирхам 100 мың дирхамнан озып түсті дейді. Сонда сахабалар бұл қалай деп сұрайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: бір адамның 2 ғана дирхамы болды. Соның біреуін садақа етті. Ал екінші бір адам өз мал мүлкінің тұрмысына ауыр тимейтін, артылып тұрған байлығынан 100 мың дирхамды алып, оны садақа ретінде берді дейді. Міне сол кезде бір дирхамы жаңағы кісінің 100 мың дирхамынан артық сауапқа ие болды. Бұл деген сөз, құрметті жамағат, миллионердің берген 1 миллион садақасынан қарапайым жаңағы айлықпен өмір сүріп жүрген адамның 10 мың теңге берген садақасы немесе 1000 теңге берген садақасы Алла жолында таразыда ауыр басуы мүмкін. Бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсіндіріп жатыр. Яғни Алла тағала әділ, әрқайсының өзінің мүмкіндігіне қарай сауап жазады. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы нәрсені айтады: бір дирхам 100 мың дирхамнан озып түсті дейді. Алла тағала ұстаған оразамызды, жасаған дұға тілектеріміздің баршасын қабыл етсін. Зекет беретін, садақа беретін жомарт жандардан болуды баршамызға нәсіп етсін. Ва ахир дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Аллаху акбар.